лично приглашенный адамнан 50% аласыздар. Всегда. Даже кім қандай квалификация болсаңыз да, бір адам шақырсаңыз да, сол бір адамыңыздан 50% аласыз. Енді сол сіздің личниктарыңыздың адамдары сізге, мысалы мен Сандуғаш Искаковнаны жаздым. Сандуғаш Искаковна менің личнигім, 50% алам. Ал Сандуғаш Искаковнаның бірінші линиясы Фируза. Фируза маған бірінші поколение. Менің личнигімнен кейін первое поколение Фируза. 10% аласыз да сіз? Мен Фирузадан 10% как серебро алам. Мен Фирузадан как золото 5% алам. И как платина еще 5% алам. Сонда Фирузадан мен 3 рет алам. Сандуғаштан мен 1 рет 50% алам. Чека-чектің өзінде ма? Чека-чеканы. Фируза мысалы $50 алды ма? $100 дейікші, санағанға легче. Фируза пассивный маған 10% береді. Ол $10. $100-дан мен $10 алам. $100-дан 5%. Ол $5. И тағы да 5%. Тағы да $5. Фирузадан мен пассивный бонус бойынша бүкіл Фирузаның командасынан 1 алдым. Плюс потом чека-чека мен Фирузадан 20% тағы да алам. Фирузаның алған резидуальный бонусынан мен еще 20% тағылам. Сіз Фирузаның адамысыз, сіз маған екінші поколениесіз. Мен сізден де как серебро 10% алам, как золото 5% алам, как платина 5% алам. 20%. Общий 20% сізден де. Вот. Енді сіздің адамыңыз кім? Сіздің адамыңыз қызыңыз, мысалы, атын айтыңызшы. Нигора. Үшінші поколение адам, не? Нигораның алғанына пассивный бонусты любой адам алады ғой. Нигораның алған пассивный бонусынан жұмыс істесе де істемесе де, қазір перелив түскенде $2000 түссе Нигораға да, Нигораның алған $2000-нан мен как платина 5% аламын. Көрдіңіз? Вот. Сол сияқты, ой, мына жерде ғой Нигора, да? Нигора мына жерде ғой, мен как золото 5% алам, как платина тағы да 5%. Сіздің Нигораңыздан да $10, 10% алам тағы да. $2000 ол пассивный бонус алса, маған 10%, $200. Сіздің Нигораңыздан, жұмыс істемеген Нигораңыздан 2 миллион алған, ой, $2000-нан маған $200 түседі. Представьте себе. Керемет сөйтіп, Марат Тайкешев бүгінгі күні $24,000 чек алды ма? $24,000 чек алса, соның $2000 это пул бонус, я? Бриллиантовый пул бонус. $2000-ға жеткен жоқ, әлі резидуальный бонус. $1700, $1800 дейікші. Қанша қалды? 0, 0, 2, 0, 2. $20 000 он получил чек от чека. Представляете? $20 000 чек от чекадан түседі. Поэтому, егерде көп ақша табам десеңіздер, көп адам бірінші линияларыңызға жазыңыздар. Балашаған астына тықпай, өздеріңіздің астарыңызға тыға беріңіздер. Ертеңгі күні әрқайсы $2000 алғанда, мейлі балашағанның астындағылардан да олар өздері алады, ал сіздерге түседі. Әр адамнан, әрқайсысы 10 адам жазсаңыз $2000-дан әрқайсысы алса, әрқайсынан $1000-дан сізге $10,000 так-так чека-чека келеді. Ол бірінші линиядағы.